Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 5-ші сынып математика сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жай бөлшектер мен аралас сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Яғни бүгінгі сабағымда осы тақырыпқа есептер шығарып көрсететін боламын. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңдар. Ал онда 639 есептен бастайық. 639 есепте бізде амалдарды орындау керек. Қарандар, біз 639 есептің мен біріншісін шығарып көрсетейін. Біріншісінде бізде қарандар азайту берілген, сосын көбейту берілген. Азайту мен көбейту берілсе, бірақ бізде бірінші көбейту орындалатын еді. Бірақ бізде азайту жақшаның ішінде беріліп тұр, сол үшін жақшаның іші бізде әрқашан бірінші орындалады. Жақшаның ішіне қарандар, бізде жай бөлшектен жай бөлшек азайтылып тұр, Жай бөлшектерді біз азайтқан кезде ортақ бөлім беретін едік. Ортақ бөлім бізде қарандар, 4 пен 6-ға ортақ бөлім, 4-ке де 6-ға да бөлінетін сан 12 болады. 12 4-ке де бөлінеді, 12 6-ға да бөлінеді. Енді осы 12-ні 4-ке бөлеміз, 3. 12-ні 6-ға бөлеміз, 2-ден тиеді. Осы берген санымызды алымына көбейтіп жазамыз. 3 жерде 3-ің 9, азайту болса азайту жазамыз, 2 жерде 1 2 болады. Көбейту 7-ден 3 өзі тұра береді, тең дейміз. Енді қарандар, 12-ні жазып қоямыз. 9-дан 2-ні алсақ 7 қалады. Көбейту дейміз да біз 7-ден 3-ті жазамыз. Тең. Енді бұл жерде қарандар, жай бөлшек пен жай бөлшек көбейтіп тұр, Көбейткен кезде біз қысқаратынан қысқартып, алымына бөлімде көбейтіп жазады едік. Сонда бізде бұл жерде 7 мен 7 қысқарады, екеуі де 7-ге бөлінеді, 1 қалады. 3 пен 12 қысқарады, екеуі де 3-ке бөлінеді. 12-ні 3-ке бөлсек 4, 3-ті 3-ке бөлсек 1. Міне біз қысқартып болдық. Енді алымда қалған алымына көбейтеміз, алымына жазамыз. Бөлімде қалған бөлімге көбейтіп, бөліміне жазып қоямыз. Ал енді қарандар. Енді бізде қарандар, екіншісін шығарып көрсетейін. Екіншісінде бізде міне қосу мен бөлу амал берілген, Қосу бізде жақшаның ішінде болғаннан кейін, жақшаның іші бірінші орындалады. Жақшаның ішінде жай бөлшектер бір-біріне қосылып тұр. Ол кезде біз не істейтін едік? Ортақ бөлім беретін едік, Ортақ бөлім бізде 15 пен 3-ке, 15-ке де 3-ке де бөлінетін сан 15-тің өзі болады. Себебі 15 3-ке де бөлінеді, 15 15-ке де бөлінеді. 15 15-ке бөлсек 1-ден тиеді, 15 3-ке бөлсек 5-ден тиеді. Енді осыны алымына көбейтеміз. 1-ді 4-ке көбейтеміз 4. Қосу болса қосуды жазып қоямыз. Көбейтеміз 10 болады. Мына бөлуді мен сразу көбейтуге айналдырамын да, бізде жай бөлшектер бөлгенде көбейтуге айналдырамыз. Сол үшін бірінші бөлшек тұрып, екінші бөлшектің алымы мен бөлімін орнына ауыстыратын едік, Міне орнына ауыстырып жазып алдым. Енді қосамыз. 14 бөлінген 15 өзі тұра береді. Көбейту міне 2-ден 5. Енді жай бөлшектерді көбейткенде біз қысқартатын едік, 5 пен 15 қысқарады, 5-ке бөлінеді. 15-ті 5-ке бөлсек 3 қалады, 5-ті 5-ке бөлсек 1 қалады. 14 пен 2 қысқарады, 2-ге бөлінеді, 1 болады, 14-ті 2-ге бөлсек бізде 7 қалады. Тең алымда не қалды? 7 мен 1 қалды. Екеуін көбейтеміз де алымына жазамыз, бөлімде 3 пен 1 қалды, көбейтеміз де бөліміне жазамыз 3. Тең енді қарандар, бұл бұрыс бөлшек, аралас санға айналдырып қоямыз. 7-нің ішінде 3-тен бізде нешеу бар? 2 бар. 3 өзі тұра береді, 1 қалдық қалады. Қалдық алымына жазылады. Ал енді мен қарандар, осы есептің мен 5-сін шығарып көрсетейін. 5-сінде бізде міне 5-тен 3 бөлу, 5-тен 4 азайту, 2-ден 1 деген амалдар берілген. Осы амалдарды орындау керек. Қарандар, бізде бірінші сан тұр, Сосын жақша тұр. Не керек? Бізде бөлу жақша берілді ме, бірінші жақшаның іші орындалады. Бірақ бізде бірінші 5-тен 3 тұр ғой, сол 5-тен 3-ті жазамыз да, бөлуді жазып қоямыз, жақшаның ішін орындап аламыз. Жақшаның ішінде жай бөлшектер азайтылып тұр, Азайтқан кезде біз ортақ бөлім береміз. 5 пен 2-ке ортақ бөлім бізде 10 болады. 10 5-ке де бөлінеді, 10 2-ке де бөлінеді. 10-ды 5-ке бөлсек 2-ден, 10-ды 2-ке бөлсек 5-ден деді. Көбейтеміз берген санымыз алымына 8. Азайту болса азайту жазып қоямыз да, көбейтеміз 5. Тең енді мына 5-тен 3 қайтадан жазып қоямыз. Бөлуді де жазамыз, мына бөлімін жазамыз да, азайтып жазып аламыз. Тең. Енді қарандар, бізде жай бөлшекке бөлген кезде көбейтуге айналдыратын едік, Ол үшін бірінші бөлшекті жазатын едік, көбейту деп екінші бөлшектің алымы мен бөлімін орнына ауыстыратын едік. Енді бізде бөлуді орнағанда не істейміз? Қысқаратындарын қысқартамыз. 3 пен 3 қысқарады, 3-ке 1 қалады. 5 пен 10 қысқарады, 5-ке 1, мынау есе 2 қалады.
тең 1-ді 2-ге көбейтеміз 2, 1-ді 1-ге көбейтеміз 1. Бізде бөлшектің бөлімде бір қалды ма, тастап кетеміз да алымын жазып қоя саламыз, болды. 640 есеп. 640 есепте де бізде амалдар берілген, осы амалдарды орындау керек. Ал енді қараңдар, 640 есептің мен біріншісін шығарып көрсетейін. Біріншісінде бізде аралас санды бөлеміз, 3-тен 2-ге, оны бөлеміз 5-тен 1-ге. Бізде бөлу көбейтеміз. Бөлу көбейту бізде қатар келетін болса, бізде шетінен орындай береміз, я. Алдымен бізде қараңдар, аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдырып жазып алуымыз керек. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру үшін бөлшектің бөлімін жазып қоямыз да, бөлімін бүтініне көбейтіп, алымын қосамыз. 3-ті 3-ге көбейтсек 9, 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады. Бөлу мына 3-тен 2-ні жазамыз, көбейту 5-тен 1 өзі тұра береді. Енді қараңдар, тең. Бұл жерде бізде мына жай бөлшекке бөлгенде біз көбейтуге айналдыратын едік. Ол үшін бірінші бөлшек жазып, екінші бөлшектің алымы мен бөлімін орнына ауыстыратын едік. Көбейту дейміз, мына 5-тен 1 өзі тұра береді. Енді қараңдар, 3 бөлшекте бір-бірінен есеп тұр, көбейтіліп тұр, я. Ол кезде біз қысқаратыннан қысқартамыз. 3 пен 3 қысқарады, 1 қалады. 10 мен 2 қысқарады, 2-ге мына 1 қалады, мына 5 қалады. Енді бұл 5-ті мына 5 пен қысқартып жіберсек болады, 1 қалады. Сонда қараңдар, алымда не қалды? Тек бірлер қалды, көбейтеміз 1 болады, бөлімде тек бірлер қалды, көбейтеміз 1 болады. 1 бөлінген 1 бізде нені береді? 1-ді береді. Енді қараңдар, мен 4-тісін шығарып көрсетейін. 4-тісінде де мына қараңдар, 26 бөлінген 3/4-тен 1 көбейту 16-тан 1, я. Мына 26-ның астында біз не бар деп ойлаймыз? 1 бар деп ойлаймыз да, бөлу дейміз да, мына аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Ол үшін бөлімін жазып қоямыз. Бөлімін бүтініне көбейтіп, алымын қосамыз. 4-ті 3-ге көбейтеміз. 12, оған 1-ді қоссақ 13. Көбейту 16-дан 1 тұра береді. Енді қараңдар, бөлуді орнаған кезде біз не істейтін едік? Көбейтуге айналдыратын едік. Ол үшін бірінші бөлшек тұрады. Көбейту дейміз, екінші бөлшектің алымы мен бөлімін орнына ауыстырамыз. Көбейту мына 16-дан 1-ді де жазып қоямыз. Тең. Енді қараңдар, көбейткен кезде біз қысқартатын едік. Бізде мына 16 мен 13 қысқарады. 13-ге бөлінеді, мына 1 болады, 13-ге бөлсек, 26-ны 13-ге бөлсек 2 қалады. Енді бұл 2 мен мына 16 қысқарады. 2-ге мына 8 болады, мына 1 болады. Енді бұл 8 бен мына 4 қысқарады. 4-ге 4-4-ге бөлсек 1, 16-ны 4-ге бөлсек 2 болады. Сонда қараңдар, алымда не қалды? 1, 1, 1 көбейтеміз 1 болады, бөлімде 1, 1, 2 көбейтеміз 2 болады. Міне біз осылай шығарып кете береміз. Қалғандары да осыған ұқсайды, өздерің соған қарап шығарсаңдар болады. 641 есеп. Амалдарды орындаңдар. Ал енді 641 есептің мен біріншісін шығарып көрсетейін. Біріншісінде бізде қараңдар, көбейту қосу амал берілген, я. Көбейту мен қосу келсе, бірінші бізде не орын алады? Көбейту орын алады, я. Бұл жерде қараңдар, жай бөлшек пен жай бөлшек көбейтіліп тұр. Көбейткен кезде біз не істейді? Қысқаратыннан қысқартады, я. 3 пен 9 қысқарады, бізге 3-ге мына 3 қалады, мына 1 қалады. 5 пен 4 қысқармайды, сол үшін ол екеуін көбейтіп қоя саламыз. Алымда не қалды? 1 мен 4 қалды, көбейтеміз 4 болады, бөлімде 5 пен 3 қалды, көбейтеміз 15 болады. Қосу дейміз, мына бұрыс бөлшекке айналдырып жазбасақ та болады, осы күйінше тұрса да болады. Жазып қоя салайын, 1/3-тен 1. Енді қараңдар, жай бөлшек пен аралас санды қосқан кезде бірінші бүтіндерін қосып алайық, бірақ бізде бүтіні 1 өзі тұр, оны жазып қоямыз да, бөлшек сызығын салсақ ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім 15 пен 3-ге 15-тің өзі болады. 15-ті 15-ге бөлсек бұған 1-ден тиеді, 15-ті 3-ге бөлсек 5-тен тиеді. Көбейтеміз, 1-ді 4-ге көбейтеміз 4, қосылған 5-ті 1-ге көбейтеміз 5. Тең 1/15-тен 9 болады. Тең. Енді қараңдар, бұл жерде 15 пен 9 қысқарады, я. 3-ге бөлінеді. 3-ге бөлеміз 3 қалады, мына 15-ті 3-ге бөлеміз 5 қалады. Сонда 1/5-тен 3 қалады деген. Ал енді қараңдар, 4-тісін шығарып көрсетейін. Негізі бәрі бір-біріне ұқсайды. 4-тісінде бөлу мен қосу амал берілген. Бірінші бөлуді орындаймыз. Жай бөлшектерді бөлген кезде біз не істейтін едік? Көбейтуге айналдыратын едік. Ол үшін бірінші бөлшекті жазамыз, көбейту деп екінші бөлшектің алымы мен бөлімін орнына ауыстырамыз. 1/8-ден 3 өзі тұра береді. Көбейткенде не істейміз? Қысқаратыннан қысқартамыз, я. Бізде 3 пен 6 қысқарады, 3-ге бөлінеді, мына 3-ге бөлеміз 2 қалады, мына 3-ге бөлеміз 1 болады. Енді алымда не қалды? 1 мен 5 қалды, көбейтеміз 5. Бөлімде 1 мен 2 қалды, көбейтеміз 2. Қосылған 1/8-ден 3 өзі тұра береді. Енді қараңдар, мынау бұрыс бөлшек. Оны не істейміз біз? Аралас санға айналдырамыз. 5-тің ішінде 2-ден бізде 2 бар. 2 өзі тұра береді, 1 қалдық қалады. Қосылған 1/8-ден 3 деп жазамыз.
Енді қараңдар, жай аралас сандар қосқан кезде бірінші біз бүтініне бүтінін қосып жазып аламыз да кейін бөлімдеріне ортақ бөлім береміз. 2 мен 8-ге ортақ бөлім бізде 8-дің өзі болады. 8 2-ге бөлінеді, мынаған 4-тен, 8 8-ге бөлінеді 1-ден деді. 4-ті 1-ге көбейтеміз, 4 қосылған, 3-ті 1-ге көбейтеміз, 3 болады. Тең 3,8-ден 7 болады міне. Қалғандары да дәл осылай шығады, өздерің осыған қарап шығарсаңдар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңдар.